Таңқурай денсаулыққа өте пайдалы жидек түрі. Таңқурай жылы мезгілде өскенімен, оның негізгі қызмет ететін мезгілі суық мезгілдер. Қыста тұмаудан, суықтаудан кез келген дәрі-дәрмектен тез айықтырады. Таңқурайдың құрамында қант, эфир майлары, аскорбин қышқылы, глюкоза, ақуыз, пектиндерге бай С, В, П, Д, И, К және А дәрумендері бар және калий, фосфор, кальций, йод, цинк, хром, кобальт сияқты химиялық элементтерге өте бай жеміс. Сіздермен бірге дертке дау арнасы пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Таңқурай биіктігі 1,5 метрге жуық, көп жылдық бұталы өсімдік. Таңқурайдың құрамындағы салицил қышқылы денедегі ыстықты түсіреді. Бұл жидектің теріс шығаратын әсері де бар. Оған қоса таңқурай антиоксиндік қан тоқтататын қасиетке ие. Ол ішек-қарын жолдары, бауыр ауруларында, атеросклероз, гипертония, қаназдық ауруларында пайдалы. Таңқурайды жиі жейтін әйелдердің терісі сау әрі әдемі келеді. Ал таңқурайдың құрамындағы фолий қышқылының нәресте сүйгісі келетін және жүкті әйелдер үшін пайдасы өте мол. Таңқурай мен оның жапырақтары бүйрек жұмысын жақсартып, зәр айтатын қасиеті бар. Кептірілген таңқурайдың 60 грамм жемісін 1 стакан қайнап тұрған суға салып, 20 минут тұндырады да түнге қарай 2 стаканын бір-ақ ішіп алады. Денеден тер шығып үшін осылай қолданады. Бастық жағдайларда 1 стаканын күніне 2 рет ішеді. Тамақ шаю үшін 10 грамм жемісті 1 стакан қайнап тұрған суға салып тұндырады. Оның гүлдерінен тұнбаны былай жасайды. 20 грамм таңқурайдың гүлін алып, 1 стакан қайнап тұрған суға салады да 20 минут тұндырады. Дайыр болған дәріні 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішеді. Таңқурайдың жас жапырағынан май дәріні жасау әдісі. Жапырақтардан сығып алынған сөлдің бір бөлігін сиыр майының 4 бөлігімен араластырады. Таңқурай шырыны тыныс алу жолдарын ашса, суын ішетуге, қан қысымын түсіруге қолданады. Ал холестерин деңгейін түсіріп, майдың қорытылуы жеңілдете түседі. Артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін таңқурайдың пайдасы өте мол. Таңқурайды қайнатқанда да, тоңазытқанда да пайдалы, қасиеттерін жоймайды. Қайнатпаса дене қызуын түсіріп, несеп жүргізуге, бүйрек тасын шығаруға, іш ауруына, қан диабетіне ем болады. Жемісін табиғи қалпында немесе кептірілген күйді қайнатып, сусын жасап ішсе, қыста тұмауға жақсы ем болады. Ғалымдардың пікірінше, бірде-бір антиоксидант дәл таңқурай сияқты обыр жазушыларына қарсы тұра алмайды. Осыған орай ол обыр дертіне қарсы тамаша, шипалы дәрі болып саналады. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.